Мен қымбат 3 баланың анасымын, жалғыз бастағаннан. Осы дачада тұрып отырмыз. 3 жылдан асты. Үлкенім инвалид. Қазіргі уақытта ауылда анамды. Мен өзімде онкология болып денсаулығым кемей апарға болатынмын. Білесің ба, барлық қиындықтың артында бір жақсылық келеді. Саған Қарекеттің баспанасын сыйлап деп келдік біз. Қане, ал құтты болсын. Ал құтты болсын. 479 баспана. Отбасына Қарекет қайырымдылық қорының 597 баспанасының кілтін өзіңе табыстаймыз. Осы мекеннің бүкіл көз жасын тоқтасын. Бұдан кейін тек жақсылық пен бақыттың ғана көз жасы болсын. Бірінші алады аламай, екінші осы 3 жылдан азды артық хабарласып жүрген Шынар апай, Гүлмира апай, бәріңізге Алла разы болсын. Әрдайым қасымда жүрген апайларыма, халқыма рахмет айтам. Осы жерде ұлым болса қойдым. Қарекет қорына және екіншіден осы Қарекет қорына қол ұшын беріп көмектескен барша қазақ еліне, халқына Алла разы болсын. Қоныстарыңыз құтты болсын. Осы үйде өсіп өрбіңіздер. Мына ұрпақтар осы үйде ер жетіп, жақсылықта жүрейік. Әрбір отбасында тек қуаныш болсын. Міне Құдай қаласа қасиетті айда, қасиетті күнде міне және мынау халықаралық әйелдер мерекесі күні міне бір анамызды осындай үлкен бір сыймен, құрметпен қуантып жатсыздар. Алла разы болсын. Аллаху акбар.